Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ақ Дастархан YouTube арнасы. Бүгін біз сіздермен дәл осындай қарбыздан мохито әзірлейтін боламыз. Бәріміз жаз бастала салысымен асығып, сағынып күтетін ол әрине қарбыз. Қарбыздан да мохито жасауға болады. Ол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Осылай қарбызды алып, бөлікке бөліп аламыз. Бәрімізге белгілі, қарбыз 95% судан тұратын, нағыз шөл басар, керемет витаминдерге бай жеміс болып табылады. Осылай ерекше етіп, қарбыздан да күнде сусын әзірлеп қойсаңыздар болады. Осылай қарбыздың ішіндегісін алып, блендердің тұсына салып аламыз. Блендердің көмегімен жақсылап суы шыққанша езіп аламыз. Дәндерін алып тастағандарыңыз дұрыс. Егер сіздер көп жасайтын болсаңыздар, әрине көп қарбызды пайдалануға болады. Бұл жерде 1 литр мохитоға арналып жасалынып жатыр. Міне дайын болды. Осылай суы шыққанша езіп алуымыз қажет. Енді лаймды осылай бөлікке бөлеміз. 1 литрге осылай жарты лайм жеткілікті. Лимоннан да көп алмаймыз. Жарты лимон да жеткілікті. Қатты әші дәм шығып кетпес үшін лимонды аса көп қоспаймыз. Алмадан да кез келген қызыл алма, немесе сары, немесе жасыл түсті алманы пайдалансаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша. Оны да дәл осылай үлкен етіп бөліктерге бөліп аламыз. Апельсин. Апельсинді де дәл осындай жартысын пайдаланамыз. Барлық цитрустық жемістер қосылғандықтан бұл ерекше мохито болайын деп тұр. Турап алған жемістерді біртіндеп ыдысымызға салып шығамыз. Жасалу жолы өте оңай, тез дайын болады. Қонақ келіп қалса да, немесе өздеріңіз ішуге де осылай күнде жасап қойсаңыздар болады. Қарбыздың бізге тек қана суы қажет болады, сондықтан ситоның көмегімен қарбыздың суын өткізіп аламыз. Қарбыз негізі біздің мохитомызға әрі дәм береді, әрі қызыл түс береді. Әдетте мохитолардың түсі негізі жасыл, немесе сары түсті болады. Бұның ерекшелігі қызыл түсті болып тұр. Осылай үстінен кез келген салқын газдалған сусынды құйып шығамыз. Не дерлік дайын болды. Қараңыздар, түсі өте керемет. Қасықпен жақсылап жемістерін араластырып шығамыз, сонда барлығының дәмі кіруі үшін. Дәмін көреміз. Вау, достар, тәтті екен. Сіздер де осылай дәм істеп көріңіздер. Біздің YouTube каналымызға да кіріп кетіңіздер. Ақ Дастархан.